Кемел адам кітабынан бір қисса. Баяғыда бір қала әкімі халық көп жиналған жерге келіп, жұпыны киінген бір кісіге «Сен кімсің?» деп сұрапты. Әлгі кісі «Мен кім болушы едім? Мен ешкіммін» депті. Жауабын түсінбеген әкім «Ешкім несі?» депті. Сонда қарапайым кісі әкімнің өзінен «Ал сен кімсің?» депті. «Мен осы қаланың әкімімін» депті. Одан кейін кім боласың депті. Бәлкім, бұдан да үлкен қаланың әкімі боламын депті. Одан кейін кім боласың депті. Патшаның ең сенімді уәзірі боламын. Одан кейінше, бәлкім патша болармын дейді. Одан кейін кім боласың деп. Қарапайым адам қаттырақ дауыспен. Сосын ба? Сосын не болушы едім? Ешкім деп күлімжейді. Осы жауапты күтіп тұрған қарапайым жан, мен сенің болашақта жететін ешкім мақамыңда қазір жүрмін депті.